әйелдер бас киімсіз жүретін болса, жаулық тақпаса, әйелдің өзінің жасы 5 жылға өмір жасы қысқарады екен. Әйелдердің құйрығы мен сан еттерінен натрий бөлінеді. Еркектің ұрығы құйрығынан хлор бөлінеді. Енді қараңыз, бұл натрий мен хлордың өнімі адамға ағзасына өте қауіпті екен. Әйелдің басынан еркектің ұрығының иісі шығып тұрады екен. Ол енді кеңістікке тараған кезде бала шағасына, күйеулеріне, ішқұрылысына құрт болып түседі екен. Бас жабық болмағандықтан ол кеңістікке тарап кетеді. Йод тапшылығы осыдан пайда болып отыр. Өзінде тәнде қалмайды йод. Шалбар киген әйелдердің өмір жасы 7 жылға қысқарады екен. Әйелдің өзі осы етек арқылы жерге байланып тұрады екен. Жер анадан біз жатырға келетін қуат алады екенбіз. Яғни Айнұр, енді деген осы коронавирустан сақтану, қорғану бір тәсілі ол киім болып тұрғанда. Әрине, киім. Ең бірінші кезекте киім. Әйелдер арсыздыққа түсіп, ең қарапайым киімді меңгермесе, жалпы бүкіл халықтың өмір жасы қысқарады. Расында, кезінде әйел адам басына қайғы түскенде шашын жай жіберетін еді. Қайғы түскенде. Өкінішке орай қазір деген көшеде қарасаңыз, біздің қыз балдарымыз шашын желбіретіп, бір қайғы шақырып жүрген сияқты. Иә, шынымен солай қайғы шақырып жүр. Әйелдің өзі жалпы 40 түрлі тұзды қышқылдан тұрады. Еркектер 70 түрлі металл қосындысынан тұрады. Яғни бұның бәрі осы әуретті жерлермен байланысты айтылған. Қазіргі әйелдердің осы киімді меңгере алмай жүргені, осындай арсыз киіммен жүргені, бұл әйелдерден нәзіктік кетті деген үлкен белгі ретінде қабылдауға болады. Бұл әйелдердің жалпы өздерінің аруағымен, жет атасымен ақпараттық, ұрпақтық байланыс үзіледі арада. Ол өте қауіпті. Адамдықтан ажырағаннан кейін шайтанға сыбайлас болады, ібілістің жамағаты болады. Яғни арсыздықты таратушы, арсыздықты көбейтуші шайтан болып шыға келеді әйел. Жалпы дәретпен жүрген адам, киіммен жүрген адамға ешқандай қауіп жоқ шын мәнінде. Киім кимей жүріп, өзін танымай жүріп, Құдай танимын деген ол да бір ақымақтықта. Жақындарым айтамын ғой, сіз өрісіңіз дұрыс емес, жалаңбас жүресіңдер, дәретіңіз жоқ, келіп тамақ пісіресіңдер, сол тамақты өрісіңізді қосып балдарға бересіңдер деп айтам. Өзін сақтамай-ақ қойсын, бірақ енді өзінің ұрпақтарын сақтау керек қой. Ұрпақтары үшін кішкене киіну керек қой. Неге тыңдамайды деп таң қалам да? Өйткені жете жоқ па, жандары өліп қалған ба, түсінбеймін. Неге олай болады? Өзінің ұрпақтарын ойлау керек қой, не болмаса анасы. Енді арсыздыққа түскеннен кейін әрине жан өлі болады. Біздің жанымыз өліп қалғандықтан, біз тірі болғанмен жанымыз өспей қалғандықтан, жанымызды өлтіріп ала жаздағандықтан, біз осындай ашық арсыздыққа бәріміз түстік. Яғни бұл ауруды көбейтетін, қоздыратын әйелдерден шығатын сасық иіс екен. Сондықтан қазір коронавирус жұқпай, сондай дертке шалдықпай, өзін басқа да бала шағасын, туыстарын аман алып қалғысы келетін әйелдердің бәрі киініп, сасық иістерін сыртқа шығармай, өзіміздің тәубеге келіп, өзіміздің қазақ екенімізді түсініп, киініп, Құдайға жақындағанымыз дұрыс. Кейбіреулер айтуы мүмкін, киімде тұрған не бар деп, біз имандығымыз ғой деп, жүрегімізде иман бар ғой дейді. Бірақ, яғни оның бүкіл тәні арамданса, өріс киімі тесік шырық болса, жүрегі қайдан оның таза болады? Ал шынымен киім кию деген ол ең оңайы. Енді сіз киім киіп меңгергеннен кейін, өрісіңіз толықтырғаннан кейін, сіз іштегі қаншама жыл бойы жинаған, бұлайша қарапайым тілмен айтқанда, қаншаманы ішіңіздегі боқтықтарыңыз тазартуыңыз керек. Ол тіптен қиын. Міне нағыз қиын сонда басталады. Өз-өзіңмен күресу, өзіңнің нәпсіңмен күресу. Құдайға мойын бұрған адам, бетін бұрған адам, жақсылыққа жеткісі келген адам, өзіне өзі, ұрпақтарына, әке-шешесіне, ата-бабаларына жаны ашқан адам, ол
Құдайға жақындаудың жолын ешқашан қиынсынбайды деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз.